Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Менің аты жөнім Ғайза Мұратқызы, мен акушер-гинеколог дәрігермін. Біздің осы Саулық Лайф онлайн марафонының тренерімін. Бүгінгі сабағымызды қазақша өтейін, орысша түсінбеген жерлеріңіз болса, если где-то непонятно, вы всегда можете задать вопрос, я всегда отвечу. Ендеше кеттік. Бүгінгі тақырыбымыз жасөспірімдік жүктілік. Өкінішке қарай бізде жыныстық тәрбиенің жоқтығына байланысты жасөспірімдік жүктілік әлі де бар, және олардың саны артпаса кеміп жатқан жоқ. Себебі әлі де жасөспірімдер арасында, жастар арасында жыныстық тәрбие туралы ақпарат толық жетпейді. Оларға осындай жасөспірімдік жүктілік сияқты өмірлерінде бір үлкен кедергілерге немесе денсаулықтарына деген асқынуларын болатын біле бермейді. Сондықтан да осындай жағдайларға тап болып жатады. Ерте жүктілік немесе жасөспірімдік жүктілік деп 13 пен 18 жас аралығындағы жүктілікті айтамыз. Яғни 13 пен 18 жас аралығында жүкті болған жағдайда бұл жасөспірімдік жүктілік деп аталады. Дамушы елдерде ерте жүктілік көп жағдайда жоспарланбаған. Яғни жасөспірім қыздар әрине жүктілікті жоспарлап жүкті болып жатпайды. Оларда бұл аяқ асты болып қалады. Сол себепті көбінесе абортпен, тіпті үлкен сроктың өзінде де абортпен аяқталып жатады. 13 пен 18 жас қыздардың гормоналды жағдайы енді қалыптасып жатқан, психикасы әлі толық қалыпқа келмеген. Бұл жағдайда, бұл кезеңде қыз баланың жалпы организмі де, психикасы да, жүктілікке де, ана болуға да әлі дайын емес. Сондықтан ерте жүкті болуға асықпаған, жалпы жыныстық қатынасқа асықпаған жөн. Және оның салдары осындай ерте жүктілікке алып келетін жасөспірімдер түсінуі қажет. Жасөспірім қыздың ағзасының жүктілікке дайын болмауының себебінен көптеген өзгерістер туындайды. Бұл организмде ұрықтың дамуына, мысалы баланың дамуына қажетті материал дайындау басталады. Яғни оған қажетті белок, витаминдер, минералдар, темір деген сияқты барлық заттар қажет бола бастайды. Соған дайындалу басталады. Ал жасөспірім шақта жасөспірім қыз әлі өзінің денесі толық дамып жетілмеген, әлі өзінің ағзалары толық ересек жағдайға жетпегендіктен ол жүкті болған жағдайда екі есе жұмыс істеу қажет болады. Яғни жоқ нәрседен бар жасау қажет болады. Сондықтан бұл жас қыздың да, жасөспірім қыздың да, ұрықтың да дамуының тежелуі байқалады. Яғни қыз балада толық өсуіне мүмкіндік болмайды, өзінің ағзасында аурулар пайда бола бастайды, және ұрықтың да жетілуі бәсеңдейді. Егер жүктілік үзілмеген болса, онда нәрестенің жақтан мынандай мәселелер орын алады. Жалпы, егер де жасөспірімдік жүктілік болатын жағдайда, біз медициналық көрсеткіш бойынша жүктілікті үзуге кеңес бере аламыз. Яғни, можем порекомендовать прерывание беременности по медицинским показаниям, по по социальным причинам мы можем прервать беременность, мы можем порекомендовать, но по согласию одного из родителей. Егер жүктілік үзілмеген болса, онда нәресте жақтан мынандай мәселелер орын алады, мынандай проблемалар болады. Мерзімнен ерте босану, бұл әрине баланың іште даму уақытынан ерте босануы өте бір ауыр жағдайларға алып келуі мүмкін. Яғни оның миы толық қалыпқа келмеген, іштегі деңгейіне келмеген, ол мына қоршаған ортада емес, жатырдың ішінде даму кезеңі толық болмаса, қоршаған ортада кей жағдайда ол қалпына келмей жатады. Сондықтан олардың жалпы ағзасында әртүрлі асқынулар, аурулар болуы мүмкін. Өкпесінде проблема болуы мүмкін, миында, жүрегінде проблемалар болуы мүмкін. Әрине, кей жағдайда қалпына келіп кетеді, бірақ соған қарамастан да оның асқынуы бар екенін білу қажет. Және осындай мерзімнен ерте босану
себебінен де баланың салмағы төмен және өте төмен нәрестелер туылып жатады. Яғни жаңа айтқанымдай жас ананың ағзасы балаға беретіні толық болмағандықтан, яғни оның тамақтануы да дұрыс емес. Жасөспірім қыздар көбінесе дұрыс тамақтану дегенді түсіне бермейді, оған әртүрлі тамақтарды қажет емес, витамины аз тамақтарды жеп жатады. Сондықтан бұл балаға да қажетті витаминдер, минералдар жетіспей жатады. Соның нәтижесінде де баланың ағзасында әртүрлі аурулар пайда болуы, аномалиялар болуы мүмкін, ағзалық жетіспеушілік болуы мүмкін, салмағы төмен болады. Яғни салмағы төмен деген бұл 2,5 килограммға дейінгі салмақты айтамыз. Салмағы өте төмен деп 1,5 килограммға дейінгі салмақты айтамыз. Жалпы адам қатарына қосылатын салмақ бұл 500 грамм, 22 аптадан асқан 500 грамм болып табылады. 22 аптадан кейін босанған жағдайда ол уже нәресте болып есептеледі. Сондықтан ондай балалардың денсаулығы әрі қарай қандай болатыны әрине бір Құдайдың қолында. Оған біз барынша өзіміздің көмегімізді жасаған күннің өзінде де кейде толық қалыпқа келмей жатады, өзінің шикіліктерін көрсетіп жатады. Жатыршылық гипоксия болуы мүмкін. Бұл да жасөспірім қыздың ағзасында мысалы темір жетіспеушілік, анемия бар болатын болса, темір жалпы не үшін қажет? Бұл біздің ағзамызға оттегін жеткізуші зат болып табылады. Егер де біздің өзіміздің ағзамызда оттегін жеткізуі төмен болып жатса, онда баланың ағзасына темірдің жеткізілуі де төмен болады деген сөз. Яғни оның миына оттегі толық бармай жатыр деген сөз. Оның дамуы тежеліп жатыр деген сөз. Жалпы екінші триместрға жақындаған кезде, шамамен 17-18 аптадан кейін ағзада темірге деген қажеттілік арта бастайды. Бұл дегеніміз баланың активті өсіп жатқан кезінде, жатыр ішінде активті өсіп жатқан кезде оған өте көп темір қажет болады. Сондықтан да жүктілік кезінде көп әйелдерде анемия болып жатады. Бұрын соңды менде анемия болып көрмеген. Неге менде анемия десеңіз, жүктілік кезінде осы потребность артады. Потребность в железе артып кетеді. В 9-10 раз повышается. То есть, если, например, в течение дня вам достаточно было 5 грамм железа, то в дальнейшем, конечно, не 5 грамм, я это утрирую вообще, если, например, 5 грамм вам было достаточно, то при беременности это повышается почти в 10 раз, то есть вам в течение дня вам нужно будет принимать 50 грамм, да, то есть это очень большая дозировка в плане организма в плане развития ребенка в утробе. Сол себепті де гипоксия болады. Ал гипоксия деп отырғанымыз бұл сол оттектің жетіспеушілігі. Миға оттек жетіспейтін болса, мидың дамуы тежеледі. Мидың дамуы тежелетін болса, оның менталды, физикалық тұрғыдан да тежелуі байқалады. Сондықтан бала толық уақытымен туылған күннің өзінде де болашақта оның арғарай тілінің шығуының кеш болуы, жүруінің кеш болуы, жалпы физикалық менталды дамуының кешігу мүмкіндігі жоғары болады. Және жасөспірімдік жүктіліктің нәтижесінде көп жағдайда ана сүтімен емізу шегеріліп жатады, яғни жасанды емізіліп жатады. Себебі жас аналар емізуді бір ауыртпашылық көреді, немесе балаларын ата-аналарына береді. Кей жағдайда тіпті балаларынан бас тартып жатады. Сондықтан олар үшін жасанды емізу көп орын алып жатады. Бірақ та айта кету қажет, жасанды сүтте қазіргі таңда барынша ана сүтіне қарайлас жақындатылған, бірақ соған қарамастан, мысалы ана сүтінде 200-ден көп минерал витаминдер бар болатын болса, 200-ден зерттелген түрі. Ал жасанды сүтте шамамен 10-15 шақты ғана, ең көп дегенде 20 шақты ғана минерал витаминдер бар. Яғни ол қарын тойғызады, ол жақсы салмақ қостырады, бірақ ана сүтіндей ол орын толтыра алмайды. Егер жүктілік үзілмеген жағдайда жас
ананың да денсаулығында проблемалар орын алады. Бұл анемия әрине. Жасөспірім шақта көп жағдайда жасөспірімдердің жүктіліктен тыс уақытында да анемия болып жатады. Егер жүктілік болған жағдайда оларда анемияның деңгейі ауырлап кетеді, дәрежесі ауырлап кетеді. Одан кейін гипертония болуы мүмкін. Гипертония деген қан қысымының жоғарылауы, давленияның жоғарылауы. Бұл олардың ағзасындағы қан айналым жүйесінің әлі толық дамып жетілмегеннің нәтижесінде, және осындай жағдайлардың нәтижесінде жасөспірім қыздарда преэклампсия, эклампсия да орын алып жатады. Преэклампсия, эклампсия деп айтып отырғанымыз бұл тек жүктілік кезінде болатын ауру. Жүктіліктің ауруы деп те айтуға болады. Бұндай кезде давленияның көтерілуі және зәрдегі белоктың пайда болуы, яғни қан айналым жүйесімен қоса бүйректің де қызметінің бұзыла бастауын көрсетеді. Бұның шешімі тек қана жүктілікті аяқтау, яғни босану болып табылады. Бұл да ауыр түрде балаға да, анаға да өзінің әсерін тигізіп жатады. Токсикоз, бұл да әрине токсикоздың нақты себебін анықтап айта алмаймыз, бірақ та оған әсер ететін факторлар бар. Яғни асқазан ішек жолдарындағы қандай да бір проблемалар болса, тамақтанудың дұрыс еместігі болса, көбінесе жасөспірім қыздарда гастрит болып жатады, дұрыс емес майлы әртүрлі фастфудтарды жегеннің нәтижесінде гастриттер болып жатады. Яғни асқазанның қабынуы және ішек жолдарының дұрыс емес істеуінен кейде токсикоз да көп жағдайда осы орын алып жатады. Жүктілік кезінде салмақтың аз қосылуы, бұның да себебін айта кеттім. Бұл тамақтанумен қоса олардың ағзасының жетілу барысында қажетті витаминдерді алмау нәтижесінде. Ұрық жолдастың төмен және жатыр мойнына жанаса жатуы. Ұрық жолдас деп отырғанымыз, это плацента, откуда ребенок питается. То есть плацента деген бұл жатырға бекінеді, жатырда жатады. Мысалы, жатырдың жалпы жатыр түбі дейміз, дно матки, на передней стенке, на задней стенке жатырдың сол қабат стенка қабырғаларында жанасып тұрады, оған бекініп тұрады. Ол баланың кіндігімен байланысқан болады. Яғни бала жатыр ішінде жатқан кезде бала кіндігі арқылы тамақ ішеді, ол сонымен қоректенеді, сонымен тыныс алады. Оның өкпесі жұмыс істемейді, оның асқазаны әлі де қызметке келмеген. Сондықтан да бұл плацента егер де төмен жататын болса, немесе мына жатыр мойнын жауып жататын болса, бұл босану кезінде немесе жүктіліктің үлкен мерзімінде қан кетуге алып келуі мүмкін. Егер де полное предлежание плаценты болса, яғни жатырдың каналын толық жауып жатыр, мысалы босанған кезде, егер босанған әйелдер болса, араларыңызда білесіздер, босанған кезде 2 сантиметр ашылды, 5 сантиметр ашылды деп айтып жатады. Ол жатырдың мойнының ашылуы. Яғни мына жатырдың мойны осылай үлкейіп ашылады, яғни баланың басы шығатында үлкен 10 сантиметр, 12 сантиметрге дейін ол ашылады. Егер де плацента осы жатырдың мойнына беки орналасқан, осыған жанаса орналасқан болса, онда ол жерден қан кету процесі болады. Егер босану процесі басталып кеткен жағдайда қан кетіп қалуы мүмкін. Қан кеткен жағдайда, егер плацентадан қан кеткен болса, онда баланың да жағдайы нашарлайды деген сөз. Ал жатырдан кеткен қан, әрине бұл өте ауыр қан кетулердің бірі. Бұндай жағдайда жатырдың қан тоқтату өте қиын болады, сондай үлкен көлемде, өйткені жатырда барлық бұлшық қалың болғандықтан оның қан айналым жүйесі де өте нығыз, сондай көп орналасқан қан тамырлар, сондықтан қан кету өте тез болады және қан тоқтату да өте ауыр болып келеді. Бұндай жағдайда тіпті жатырды алып тастауға дейін барады. Сондықтан жасөспірімдік жүктілік бұл ана өліміне дейін, баланың өліміне дейін алып келетін ауыр жүктілік болып табылады. Өйткені жас ананың да жатырының толық ересек деңгейіне жетпегендігінен осы жатырдың плацента төмен орналасып қалып жатады. Яғни жатыр кішкентай, ол ересек деңгейге әлі жетпеген, сондықтан да осы плацента төмен қарай орналасып қалуы мүмкін.
және әрине түсік жасатып жатады, түсік болып жатады, яғни выкидыш болып қалады. Бұл да осы жатырдың жалпы размерінің кіші болуы нәтижесінде. Босану кезінде де асқыну болуы мүмкін. Бұл босану әлсіздігі, өйткені жаңағы айтқанымдай ағза әлі жүктілікке де босануға да дайын емес, әлі ересек дәрежесіне жетпеген. Сондықтан да мына бұлшық еттері босану кезінде негізі жамбас қуысының бұлшық еттері, промежностьтің бұлшық еттері жұмыс істейді босану кезінде. Ал жасөспірім қыздарда ол бұлшық еттер әлі толық дайын емес. Сондықтан босану әлсіздігі болады. Босану әлсіздігі нәтижесінде де босану жолдарында ұрықтың тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан ұрық егер де босану жолдарында тұрып қалатын болса, әртүрлі травма алуы мүмкін. Бұл әрі қарай олардың ми жүйесінде де әртүрлі ақауларға алып келуі мүмкін. Және осындай себептердің нәтижесінде жасөспірім жүктілікті көбінесе кесір тілігі арқылы аяқтап жатады. Сонымен қатар ерте жүктіліктің психологиялық проблемасы да бар. Бұл тек қана физикалық тұрғыдан денсаулығына ғана әсер етіп қоймай, сонымен қатар оның психикасына, психологиясына да өзінің әсерін тигізеді. Алғаш рет жасөспірім қыз жүктілік жайлы жасөспірім қыз білген кезде өзін кінәлі сезінеді, ашуланады, оны мойындағысы келмейді, сондай сезімдер орын алады. Бұл соңында қауіпті салдарға алып келуі мүмкін, тіптен суицидқа дейін алып келуі мүмкін. Себебі бұл олардың әлі психикасы толық жетілмеген және жеке тұлға болып, индивид болып әлі толық қалыптасып болмаған қыз сондай шешім қабылдауы қиын болады. Сондықтан да әртүрлі әрекеттерге бару мүмкін және осындай себептерден де медициналық көмекке кеш жүгінеді. Қыз бала өз өміріндегі ең алғашқы үлкен бір шешімге тап болады. Бұндай кезде қыздар сабақпен болашақ мамандығын таңдау жолында жүретін болу қажет еді, бірақ та оларға осындай үлкен шешім қабылдау керек болады. Олар балалық шақтан бірден ересек өмірге өтіп кетеді және көп жағдайда осындай жағдайда жас әкелер бірден қашып кетеді, қыз бала өзі жалғыз қалады, осындай шешімді өзі жалғыз мойнына алады. Қоғамда да, отбасыда да мұндай жағдайларды қабылдамайды, көп сөгеді, бетіне басады, айыптап жатады. Сол себепті де қыздар ешкімге айтпайды, тіпті ата-аналарына да айтпай, өте үлкен мерзімінде дәрігерлерге келіп жатады. Бұндай жағдайлар әрине көбінесе жағдайы төмен отбасыларында орын алады. Бұл дегеніміз ата-ана мен баланың арасындағы сенімді қарым-қатынастың болмауынан, қалыпты ашық қарым-қатынастың болмаған жағдайында мәселе туындап жатады. Сонымен қатар жүкті болғаннан кейін қыз мектепті тастауға тура келеді, немесе мектепті алып жүрген күннің өзінде де ана болу мен мектепті бірге алып жүру әрине что-то из этого будет страдать в любом случае. Сондықтан да білімнің жетіспеушілігі қыздың одан әрі жұмысқа тұруына, мәнсап қууына, мәнсап жасауына оның мүмкіндіктерін шектейді. Осындай жағдайлардың нәтижесінде қара жұмыс істеуге мәжбүр болады, ал бұл ақша жеткіліксіздігіне, ал ол өз кезегінде жас ананы қылмысқа итермелейді. Қорғансыздық көбінесе отбасындағы зорлық-зомбылыққа келеді. Үмітсіздік алкоголизм мен есірткіні қолдануға итермелейді. Ал мұндай әйелдер көбінесе 20 жасқа дейін тағы да жүкті болып жатады және олардың балалары ешкімге қажет емес және сәбилер үйін толықтырады. Қазақстанда жасөспірім қыздар арасындағы жасанды түсік Европамен салыстырғанда 3-4 есе көп екен. Сондай-ақ елімізде 21 мың ВИЧ дертін жұқтырған адам болса, соның 40%, почти жартысы, 15 пен 29 жас аралығындағы жастар екен. Осындай түрлі себептерден елімізде 17 мыңнан астам отбасы бала сүйе алмай отыр. Сондықтан мамандар мұндай келеңсіз жайттардың алдын алу үшін балаларға жыныстық тәрбиені 12 жастан бастап жүйелі, сауатты түрде жеткізу керек екенін айтады. Яғни 12 жастан бастап бұл тіптен мектеп қабырғасында да осындай сабақ ретінде өтілуі дұрыс деп санайды. Әрине 12 жасқа дейін отбасыда бұл тақырыптар айтылу қажет, аздап-аздап олардың жас деңгейіне, ой санасына қарай айтылу қажет.
бұның салдары негізінен әйелдің моральды әсер ететін психологиялық деңгейлерде, немесе кемсіту, немесе бас тарту, жалпыға ортақ проблемаларға айналған әлеуметтік деңгейлерде болуы мүмкін. Психологиялық жағдайдан олар депрессияға түсуі мүмкін, көңілсіздік сезімі болуы мүмкін, өздерін кінәлі сезінуі мүмкін, және әрине ана болғандықтан оларда болашақ нәрестелерінің, жаңа туылған нәрестенің жағдайы қалай болады, оған жауапкершілік алу да үлкен бір оларды алаңдататын болады. Жыныстық қатынасты неше жастан бастауға болады? Бұл туралы кеше айтқан болатынмын. Барынша жыныстық қатынасқа саналы түрде түсу қажет. Ол туралы тек қана бір беймәлім нәрсе емес, оларға егерде ашық айтылатын болса, оның себеп салдарларын айтатын болса, оның мақсатын айтатын болса, онда жасөспірімдер де оған саналы түрде, екі жақты келісім түрінде болу қажет екен, яғни кәмелет жасқа да толу қажет екенін түсінетін болады, білетін болады. Сондықтан барынша жыныстық қатынасты кейінге шегергендері дұрыс, және Қазақстанның заңнамасына сәйкес некеге тұру жасы да 18 жасты құрайды. Сондықтан жыныстық қатынасқа асығудың қажеті жоқ. Ал егер де жыныстық қатынасқа мүлдем қызығушылығы жоқ болатын болса, кейінге қалдырғылары келетін болса, ол да ешқандай бір проблема емес, это тоже нормальный, как бы естественный процесс, то, что если человек хочет откладывать половой контакт на более поздний срок, то это тоже нормально. Если девушка сейчас не хочет этого контакта, то это тоже нормально, поэтому не нужно спешить к половой жизни. Почему неліктен жыныстық өмірді ерте бастауға асықпаған дұрыс? Не могу перевести. Почему не стоит спешить начинать половую жизнь? В первую очередь, половая жизнь может привести к нежеланной беременности. Второе, даже если используют методы контрацепции, нужно понимать, что ни один метод не защищает на 100%, это точно, и презерватив на 100% не защищает, поэтому всегда человек может забеременеть. И ранняя половая жизнь и беременность — это, можно сказать, несовместимы. Второе, для неокрепшего организма молодой девушки, молодой девочки, подростка, да, то если у нее происходит беременность, то это очень большая нагрузка и на ее здоровье, и на будущее здоровье ее ребенка. То есть разные осложнения могут быть, да, как мы сегодня говорили. В-третьих, за ребенка нужно всегда брать ответственность. То есть каждая женщина и мужчина должен думать перед тем, как жить половой жизнью, и не предохраняться, что вы готовы ли воспитывать, готовы ли обеспечивать, развивать, обучать и так далее. То есть вы берете ли такую социальную ответственность перед своим ребенком. В-четвертых, ранняя половая жизнь, конечно, может привести к инфекциям, как мы уже говорили по статистике, инфекции, передающиеся половым путем, включая ВИЧ и СПИД, они пагубно повлияют на будущее женщины, девушки, тем, что инфекции могут повреждать не только влагалище, то есть инфекции не ограничиваются просто вот этим влагалищем, они всегда выходят, как бы поднимаются вверх по шейке, на матку, на трубы. На первых уроках я рассказывала то, что если инфекция попадает в трубы,
то эти трубы набухают, расширяются, наполняются водой и никак не может оплодотвориться яйцеклетка. То есть ни сперматозоид попасть не сможет до яйцеклетки, даже если попадет, то она не может попасть в матку обратно, и происходит внематочная беременность, что в дальнейшем заканчивается удалением маточной трубы, а удаление маточной трубы — это уже бесплодие. Поэтому инфекции это очень такая щепетильная тема, и, к сожалению, по всему миру каждый день регистрируется 1 миллион случаев инфекций, передающихся половым путем, и это говорит о том, что люди не заботятся о своем здоровье, не следят за собой, не проходят профилактические осмотры, потому что инфекции, передающиеся половым путем, чаще всего проходят бессимптомно. То есть и женщина, и мужчина может не чувствовать никакие симптомы, хотя жить с этой инфекцией и заражать в дальнейшем. Многие мужчины могут сказать: у меня все нормально, у меня все хорошо, у меня никаких инфекций нету, у меня не чешется, ничего не выделяется, то это не значит, что нет инфекции, потому что, например, ВПЧ живет тоже бессимптомно, ВПЧ никак не проявляется, а ВПЧ может проявляться в дальнейшем у женщины раком шейки матки, а у мужчины раком полового члена, например. Поэтому инфекции нужно бояться, на инфекцию нужно проверяться, так как это в будущем приведет к бесплодию. И по статистике в Казахстане каждая шестая пара бесплодная. То есть практически по статистике уже соотношение приблизилось на 50-50, то что женское и мужское бесплодие, в принципе, они одинаковые. Поэтому инфекции нужно бояться. Можно ли предохраняться от беременности, от инфекции? Да, можно, используя просто обычный презерватив. И презерватив нужно использовать от начала полового контакта до конца, потому что многие мужчины могут надеть презервативы только перед эякуляцией, только перед выходом спермы, что не есть правильно, потому что предэякулят, там тоже могут быть инфекции, и также у женщины могут быть выделения с инфекциями, что может заражать мужчину. Поэтому презерватив нужно надевать до касания половых органов друг друга. Тогда может защитить от инфекций, передающихся половым путем, а также от беременности. Но это не на 100%, но примерно больше 95% защищается от инфекции. Я стесняюсь покупать презерватив. Каждый ответственен за свое здоровье, и мужчина, и женщина, поэтому если вы заботитесь о вашем здоровье, то этого стесняться не нужно. Это то же самое, что покупать парацетамол или прокладку и так далее. Это ваше здоровье. Можно ли делать аборт несовершеннолетним? Да, можно. Мы, как я уже сказала, мы делаем это по медицинским показаниям у подростков по соглашению одной из родителей. Так, последствия аборта я уже это сказала. Это хронические воспаления, это нарушение менструального цикла, это бесплодие, невынашивание беременности, что тоже очень тяжело для организма женщин, то есть постоянные, например, более трех невынашиваний мы уже называем невынашиванием, то есть более 3 выкидышей — это невынашивание. Гормональные сбои — это внематочная беременность, то есть это все может в дальнейшем в будущем привести к бесплодию, а это уже тяжело лечится, конечно, если именно по случаю аборта. Так, давайте ваши вопросы.
Какие можно принимать препараты для поднятия анемии при анемии? Не все препараты можно. Вообще препараты железа назначаются постепенно, то есть подходят ли какие-то препараты. Например, один препарат может подойти одному, второму не подойти, поэтому, это определяется примерно после 1 месяца, как вы принимаете один препарат. То есть вы, например, попробовали гиноторзиферон, скажем, вы месяц пропиваете, есть ли результат, и дозировка тоже играет роль. Например, если у вас тяжелая анемия, и вы принимаете профилактическую дозировку, то это никак не повлияет, или даже легкая анемия профилактической дозировкой не поднимается. Всегда нужно учитывать уровень, то есть степень, и также нужно, то есть, как бы объяснить, то есть можно менять препараты только через месяц, узнав, подходят ли вам. И также нужно учитывать то, что препараты железа, они имеют побочные эффекты, как диарея или, наоборот, запоры, почернение зубов, разные тошнота, рвота и так далее. То есть по этим признакам также можно будет менять препараты. Возможно ли проверить бесплодность? Можно проходить профилактические осмотры, можно проходить чекапы, то есть если у вас с циклом все хорошо, если у вас никаких образований нет и, в принципе, по репродуктивной системе проблем нет, то можно смело как бы пытаться беременеть. Бесплодие мы ставим обычно после 1 года регулярной активной половой жизни. Только в этом случае, если женщина не беременеет, то можем поставить бесплодие. После 35 лет, после 6 месяцев попытки забеременеть, мы ставим бесплодие, потому что в течение года женщина в любом случае должна забеременеть. И после полугода регулярной половой жизни обычно повышается риск беременности, так скажем. Поэтому бесплодие просто так мы поставить не сможем. Если, конечно, например, у подростков могут быть очень болезненные менструации, и они не проверяются как бы вплоть до брака, вплоть до беременности, определяется, что у них какие-то перегородки в матке, какие-то аномалии в матке, которые, возможно, можно было бы исправить, да, то есть можно было бы корректировать препаратами, если какие-то заболевания есть, если какие-то образования и так далее. То есть всегда нужно проходить профилактические осмотры, чтобы оценивать вашу репродуктивность. После 30 лет обычно врачи рекомендуют проходить анализ на АМГ, это антимюллеровый гормон. Если до 30 лет не рожавшая женщина, то рекомендуется сдавать на АМГ, чтобы определить запас яйцеклеток. Если АМГ хороший, то, в принципе, можно выжидать, когда она выйдет замуж, забеременеть. До 35 лет, если девушка еще не планирует выходить замуж, мы иногда даже предлагаем заморозить яйцеклетки, потому что до 35 лет, как я уже говорила, это самый такой золотой возраст, когда лучше всего наши яйцеклетки в таком хорошем активном состоянии. После 35 лет в силу как начало старения, так скажем, да, наши яйцеклетки тоже подвергаются разным воздействиям, это экология, это какие-то препараты или же питание, все это может пагубно повлиять на наши яйцеклетки, что в дальнейшем у нас могут возникнуть, у ребенка могут развиваться генетические аномалии, то есть по статистике в 2 раза повышается после 35 лет риск генетических заболеваний.
Поэтому, если, например, девушка в 33 года еще не вышла замуж, но в будущем захочет забеременеть, то мы предлагаем заморозить яйцеклетки. Это самый лучший вариант, если она в ближайшем будущем не собирается замуж. Вот. А так, чтобы просто пойти проверить, можно проверить, я бесплодная или нет, ну, такого не бывает. Бесплодие, конечно, ставится уже в паре. Еще будут вопросы? Если на сегодня вопросов нет, спасибо вам за внимание. С вами была я, акушер-гинеколог Айза Муратовна. До следующей встречи. До свидания.